Сәлеметсіздер ме? Онлайн мектепте Zoom видеоконференциясы арқылы қалай синхронды сабақ өткізуге болады? Сабақ кестесінде сабақты таңдап, өту батырмасын басып, видеоконференция бөліміне кіріңіз. Бұл жерде өз синхронды сабағыңыздың уақытын белгілеңіз. Уақытын толтырғаннан кейін, төменде видеоконференцияны біреуін таңдап, осыған дейін бізде онлайн мектеп видеоконференциясы болса, қазір жаңадан Zoom видеоконференциясын таңдауға болады. Құру батырмасын басқаннан кейін, сіздің жоспарлаған синхронды сабағыңыздың сілтемесі беріледі. Бұл сілтемені назар аударыңыздар. Zoom-ның бағдарламасына емес, керісінше браузерге қою қажет. Және бұл сілтеме арқылы тек қана онлайн мектепте аккаунттар бар ғана қолданушылар кіре алады. Видеоконференцияның синхронды сабақтың, яғни уақытын өзгерту үшін видеоконференция баптаулары батырмасын басыңыз. Сабақты бастау үшін төмендегі қызылмен белгіленген сабақты бастау батырмасын басыңыз. Видеоконференцияны бастамас бұрын өз браузеріңізде камера мен микрофонға рұқсат бар екенін тексеріңіз. Оны браузердің жоғарғы жағындағы құлып батырмасын басып көруге болады. Видеоконференция ашылғаннан кейін аудиоконференцияға компьютерден кіру батырмасын басыңыз. Видеоконференция басталды. Оның видеосын қосу үшін төмендегі видео көрсетілімді қосу батырмасын басуға болады. Енді осы Zoom видеоконференциясының баптауларына көшейік. Төменгі мәзірде дыбысты өшіруге немесе қосуға болады. Оның қасындағы кішкентай сызықшаны басып, оның баптауларын көруге болады. Бұл жерде өзіңізге керек микрофонды, динамикті, немесе мүлдем компьютердің дыбысын өшіріп тастауға, немесе басқа да дыбыс параметрлерін көруге болады. Келесі видео көрсетілімді қосуға, өшіруге және оның мәзіріне келетін болсақ, бұл жерде өзіңізге керек веб-камераңызды таңдауға болады. Ал қауіпсіздік батырмасының ішінде конференцияны бұғаттауға, немесе күту залын қосу мен өшіруге, яғни күту залы дегеніміз, қатысушыларымыз сілтеме арқылы қосылған кезінде күту залына күту үшін бұл жерде сызықша қоюға болады. Ал егерде әрбір қатысушыны бір-бірлеп қосқыңыз келмесе, күту залын қосыңыз бөлімінде сызықшаны алып тастаңыз. Сонда қатысушыларыңыз автоматты конференцияға кіре береді. Төменде қатысушыларға экран көрсетілімін рұқсат беруге мүмкіндік болады, яғни демонстрация жасауға. Мысалы, егерде сіз мұғалім болсаңыз, оқушылар өз экранын көрсеткісі келсе, онда осы жерге сызықша қойсаңыз болады. Ал егерде оны бұғаттағыңыз келсе, осы жерден сызықшаны алып тастаңыз. Сонымен қатар, қатысушылардың өзінің аттарын өзгертуге мүмкіндік береді. Жалпы онлайн мектептің аты жөнінде қалай көрсетілген қатысушының видеоконференцияда аты жөні солай көрсетіледі. Ал оны өзгертуге мүмкіндік беру үшін осы жерге сызықша қойыңыз. Дыбысты өздігінен өшіру, яғни видеоконференцияның қатысушылары өздігінен өз микрофондарын өшіруге мүмкіндік бар. Ол функцияны қосыңыз келсе, бұл жерге сызықшаны қоюға ұмытып кетпеңіздер. Келесі баптау қатысушыларды тізімін көру. Оң жақта осы видеоконференцияға барлық қатысушылардың тізімін көре аламыз. Олардың микрофондарын өшіруге, яғни дыбыстарын, олардың атын өзгертуге, сонымен қатар видео көрсетілімін өшіруге және олардың видеосын назарға, яғни бірінші планға қоюға мүмкіндік бар. Төменде барлық қатысушылардың дыбысын өшіруге мүмкіндік бар. Келесі функция экран көрсетілімі, яғни демонстрация. Осы батырманы басып, өзіңізге керек толығымен экраныңызды демонстрация жасауға мүмкіндікті, немесе екінші тек қана белгілі бір бағдарламаны, мысалы Word, PowerPoint немесе браузер, және үшінші тек қана белгілі бір өзіңіздің браузеріңіздегі парақшаны бөлісуге мүмкіндік бар. Мысалы, біз көршілес біліммен парақшасын демонстрация, яғни экран көрсетілімін жасайық. Оны таңдағаннан кейін бөлісу батырмасын басыңыз. Міне мен қазір
Biliment.kz сайтын экран көрсетіліміне қостым. Экран көрсетілімін, яғни демонстрацияны аяқтау үшін тоқтату батырмасын басыңыз. Сонымен қатар, экран көрсетілімін басқа да параметрлерін қасындағы сызықша батырмасы арқылы көре аласыздар. Видеоконференцияны үлкейтіп, толық экранды режимге көшу үшін жоғарғы оң жақтағы толық экранды режим батырмасын басыңыз. Конференцияны аяқтау үшін конференциядан шығу батырмасын басыңыз. Назар аударыңыздар. Бірінші конференцияны аяқтау батырмасын бассаңыз, конференция сіз үшін де, оқушылар үшін де аяқталады. Ал егерде конференциядан шығу батырмасын бассаңыз, онда оқушылар конференцияны жалғастыра береді, және оқушылардың бірі осы конференцияның ұйымдастырушы болып танылады.